Kanalıma hoş geldіңіздер. Осындай өте дәмді, жеңіл, сүзбеден жасалған, құрамында жұмыртқа жоқ печеньенің рецептісімен сіздермен бөлісетін боламын. Видео ұнап жатырса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Ең алдымен творог дайындап аламыз. Творогты сүзбенің барынша құрғақ болғаны жақсы. Егер сүзбеңіз ылғалды, сулы болса, арнайы сүзіп, марлемен болсын, басқа құралдармен болсын сүзіп, мынандай құрғатып алғандарыңыз жөн. Енді сүзбенің құрамына сармай қосамын. Сармайды мынандай алып дайындап алдым. Пышақпен. Печенье пісірместен бұрын кішкене бөлменің температурасында қойып алған дұрыс. Майды кішкене жұмсатып, сүзбеге салуға дайындап. Мынандай қылып бөлшектеп кесіп алдым. Енді бұл майды сүзбеге саламын. Сүзбеге сосын ванильді қант қосамын. Аздап тұз қосамын. Сосын араластырып екеуін біріктіру қажет. Жақсылап тұрып араласты. Енді бұны қоя тұрайын. Бұнды алдын ала дайындап алып келдім. Мен електен өткізіп, оның арасын шұқырлап, оған қопсытқышты қосамын. Араластырып, кішкене араластырып жіберейін. Енді оған сүзбемізді саламыз. Ұнның мөлшеріне қарайсыздар ғой өздеріңіз. Ұн бірде көп кетеді, бірде аз кетіп жатады. Сүзбенің мөлшеріне қарап, жайлап қосып отыруларыңызға да болады. Силиконовый коврик қамырдың жабыспауына, біркелкі болып иленуіне өте керемет нәрсе, қолдануға болады. Міне қамырымыз дайын болып келе жатыр. Енді бұл дайын болған қамырды мен 1 сағатқа тоңазытқышқа саламын. Кішкене салқындау керек. Салқын ауамен ферментациядан өту керек. 1,5 сағатқа дейін де қоюға болады. Тамаққа арналған пленкаға орап, холодильникке 1 сағатқа салып қоямын. Тоңазытқышқа салған қамырымды алдым қазір. Енді бұдан печенье дайындаймын. Қазір ашайын. Жақсы тоңазыған екен.
сосын мен печеньелерімді мынандай формалармен кескіндейін деп отырмын. Мұндай формалар барлық үйде бар деп ойлаймын. Тестіні 2 бөлікке де бөлуге болады. 4 бөлікке де бөлуге болады. Қазір енді мен бұны сайын аламыз. Міне қамырды осылай сып аламыз. Қазір берем саған. Міне қамырдың қалыңдығы 5-7 миллиметрде болды. Енді мұны арнаулы формалармен кесеміз. Кел, өре кес. Оған кеспеме, мынаны кес. Әже басын. Кел. Мына жерге кел. Міне, тірәтір. Ал, кесе оған. Бассын. Қайсы? Көрейін. Бір шағымадың сен. Бүйтіп. Оны сала бер ағаларда. Тек қана бетін саламыз. Әні секерге сал. Міне печеньеміз де пісіп болды. Менікі 180 градуста 20 минутта пісті. Енді өздеріңіз қарайсыздар ғой. Өздеріңіздің пештің пісіруіне қарай. Қазір енді ортасынан бөліп көрсетеміз. Сен жейсің ғой? Ысы қазір. Алай. Міне. Сау болыңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.